Ешарық барлықтарыңызға, құрметті дебатерлар, құрметті қазақ пікірсайысы. Бізді сағынып қалдыңыздар деген ниеттемін. Ұзақ уақыттан кейін біраз шығарылымы шықпаған аристократ подкасты осылайша өз жалғасын таппақ. Бізде жаңа фейстар, яғни бұл жерде басты біздегі модератор дейміз Ғабит мырза, Алтын Сапа ПК клубының мембері, және де АПФ-тің тұңғыш президенті Бек мырза, және де одан кейінгі мырза президент Дамир мырза, және де мен ағымдағы жылдық президенті Мерей ханым. Ендеше өзіміз отырып алғашқы маусымның шымылдығын ашайық. Қалдарыңыз қалай жалпы? Дәке, айтсаңыз. Ұялып отырмын. Жалпы жақсы. Жалпы өзіміз ғой деп. Сондықтан солай, шай ішейік. Өзіміз отырып. Виртуал. Метаны қосып қою керек еді, сол жерде төртеуміз отырып. Қалдарыңыз қалай қазір, кім қай жерде, қандай қызметте жүр деген сұрақ. Мені бәрі танитын шығар деп өзінше болсаң. Бек мырза, мысалы, қазір кім немен айналысып жатыр деген сұрақ өте қызықты болады деген ойдамын. Және де Дамир мырза, бітіргеннен кейін қазір қай салада қызмет етіп жатырсыздар, сол туралы айтып кетсеңіздер. Сосын қазіргі ағымдағы жылға тоқталатын боламыз. Жалпы АПФ болғаннан кейін, АПФ-тен кеткеннен кейін, мен өзім Казги университетінде бір жылдай астам жұмыс жасадым. Ол жерде тура сол студенттермен жұмыс жасаған болатынмын. 35 клуб болатын, оның ішінде 35 клубтың соның барлықтарын қадағалау, кабинет бөлу, оларға іс-шара ұйымдастыру, финансирование табу, ақша беру, қаржылай жасау, барлық сметаларды жасау, және президент деген нәрсе бар, оның ішінде студенттердің, соны қадағалау, солармен сөйлесу. Жалпы айтқанда, АПФ-те қандай жұмысым болды, тура сондай жұмыс университетте болды. Ең қызығы, басында мен жұмысқа шақырғанда университеттің интеллектуалды бағытын дамыту қазақ, орыс және ағылшын тілінде деген болатын. Соны ойлап, соны дамытуға жұмыс жасадым. Қазір 3 ай бойы ол жұмыстан шықтым. Инвестициямен айналысамын. Одан бөлек соңғы кезде көбісі естіп жүрген, естімеген шығар. Қазіргі кезде дебатқа деген әлеуметтік желіні дайындап отырмыз. Кембай мырзалармен, тағы бір баламен. Жалпы осылай. Оғанға дейін Жас Отанда жұмыс істедім. Жас Отанда жұмыс істегенім осы бір дебаттың арқасында, өйткені сол жерде Болат мырза, ұлттық пікірсайыс федерациясының президенті, біз федерация ашқаннан кейін, олар 1 жыл бұрын өздерінің федерацияларын ашты. И сол кезде біз жекелерімізбен бірге сөйлесіп, ол как раз СДУ-да бітірген, мен де СДУ-дамын дегендей, бірге хабарласып, сөйлесіп, и сол кезде жұмыс жасап отқан, федерация туралы сөйлесіп отқан кезде, ол айтты, Астанаға келгің келмей ма, как раз бізге ыңғайлы болады, саған да жұмыс бар деп, Жас Отанға шақырған болатын. Сондай. Жақсы. Ал пікір платформасы, мен түсінуім бойынша, сіздің дистанциондық оқудағы жобаңыз, сіз қазір IT-да оқып жатсыз, солай ма? IT-да оқып жатырмын, бірақ самоучка дейді ғой. Көбірек сол бағытта, осылай, бізде Бек мырза қазіргі АПФ-тен кейінгі жылдарынан бірнеше уақыт үзілістен кейін қайта пікірсайыс туралы бағытында жобалар бастады. Ол үзілістің өзінде де ұлттық федерацияда вице-президент болған болатын, Болат мырзадан кейінгі. Қазіргі кезде пікір жобасы аясында жұмыстар жүргізіп жатыр. Ал пікір жобасы туралы біздің алдыңғы выпускта шыққан болатын. Телеграм арналарда осы менің подкасттың описаниясына сілтемесін қалдыра аламыз. Пікір жобасы туралы сол жерде де толық нұсқаны тыңдай аласыз. Ал Дамир мырза, сіз қазір қай жердесіз, немен айналысып жатсыз? Өміріңізде не жаңалық жалпы АПФ-тен кейінгі жарты жылдықта? Тағы да қайырлы кеш. Жалпы енді АПФ-тен кейін деп әлі айту ерте. АПФ-тің президенті болудан кетсек те, жалпы әлде АПФ-қа барынша көмегімізді тигізуге тырысып жүрміз. Қазіргі істеп жүрген жобаларда сол АПФ-тің болашағына, фундаментіне қатысты әрекеттер деп айтсам болады. Көбінесе енді мен президент болған кездегі негізгі жаңалықтар сол тікелей үкіметпен жақын қарым-қатынас орнату болған.
Ал енді қазіргі уақытта соның кульминациясы деп айтуға болады. Осы қаңтар айынан бастап немесе ақпан айының басынан бастап Алматы қаласының білім басқармасынан тікелей бір этажды бізге бөліп тұрып дебатный пікірсайыс жобалық кеңсесін ашайық деп жатырмыз. Сол бойынша осы уақытқа дейін документтер барлығы шешіліп қойды, этажды бөлініп қойды, ремонт жасалып жатыр. Енді сол ашылғаннан бастап біздің өзіміздің уже офисіміз болады. Сол арқылы сол жерде тренингтер жасап, жиналыстар жасап, турнирлер жасап, жалпы Алматының қалалық деңгейінде енді бұл негізгі мақсаты әрине мектеп пен колледж, бірақ та соның ресурстарын студенттік лигаға да бөліп, жалпы Алматы қаласындағы біраз шараға үлкен көмегін тигізетін жоба болайын деп жатыр. Қазіргі уақыт сол біріншісі офис ашып жатырмыз. Екіншісі сол офисқа дейінгі тренинг, турнирлерде төреші болу, турнирлар ұйымдастыру, соған да тікелей тұрақты штатный жұмысшы болмасам да білім басқармасында. Бірақ та сол жобалардың іске асуына көмектесіп эксперт болып жүрмін. Екіншісі сол. Үшіншісі біздің ең алғашқы методикалық құралымызды одан арман дамытып, қазір республикалық деңгейдегі үлкен оқулық кітап ретінде шығаруға дайындап жатырмыз. Бұл жерде аты айтып тұрғандай бұл оқулық болады. Мектепте 6-5 класстан бастап студенттерге дейінгі жарайтындай ішінде графикасы, диаграммалары, тапсырмалары, жан-жақты теориясы, одан бөлек төрешілерге қатысты турнир ұйымдастыру, клуб ұйымдастыру. Жалпы бұл кітап тек қана оқушы мен студент емес, солардың жетекшілеріне де арналған бір кем дегенде 300-400 беттік үлкен бір оқулық деп атаудың өзі кішкене мағынасын тарылтады екен, бір жинақ болайын деп тұр, көп функционалды. Оны да РУМЦД-мен, жалпы басқа да облыстардың білім басқармаларымен қазірден келісіп жатырмыз, сол республикалық деңгейде шығаруға. Сол әзірше біздің подкастқа қатысты айтатындай дүниелер осы үшеуі. Енді басқа да жоспарлар бар. Бірақ әзірше осы бір жылдықта мен дебатта жүрем. Ұйымдастыру тарапынан да, спикер болу тарапынан да әлде біраз үлесімді қосам деген ойдамын. Рахмет. Жалпы дебаттан президент кеткенмен, АПФ-тен президент кеткенмен, президенттен АПФ кетпейді деген секілді болып жатыр ана жерде. Бек мырза да, Дамир мырза да бітіріп кетсе де АПФ-тің төңірегінде, пікірсайыстың төңірегінде жобалар атқарып жатыр. Дамир мырза, өткен жолғы сіздің оқулық жаңа айттыңыз ғой, кітапқа байланысты АПФ-тің парақшасына да қазір менің де нөмірлеріме запростар келіп түседі. Кітап дайын ба, кітапқа тапсырыс бере аламыз ба деген секілді. Получается, біздің екінші оқулығымыз шықпайды. Ол толықтырылған, және сіз айтқандай көбірек жинақ ретінде 300-400 бет болып шығады ма? Әлде жаңағы екінші жоспарланған кітап шығып, тоже баспадан, кітап жаңағы сіз айтқан сборник тоже шыға ма? Тек қана дамытылған, қателер түзетілген. Енді ең алғашқы рет жазған кезде біраз қателер болды, түсініксіз жерлер көп болды. Негіз кітап жазудың өзі өте қиын дүние. Профессионалдардың өзі профессионал болуға 5-6 жылын кетіреді кем дегенде, бірақ біз студент болсақ та қорқпай бастап кеттік. Біраз қателер бар, біраз түсініксіз жерлер бар. Одан бөлек дебаттың өзі өте қиын дүние. Біз қанша тренинг өткізсек те жас буындар дебатты 1 жылдан кейін, 1,5 жылдан кейін барып түсініп жатады. Осылай ойнау керек екен ғой, біз тренингті айтса да енді түсініп жатырмыз деген секілді. Дебаттың өзін ауызша қиын түсіндіру, жазбаса түсіндіру тіптен қиын. Соның барлық дүниесін ескере отырып, шайналып тұрған дүниені одан арман шайнап, жеңіл жеткізілген жерді одан арман жеңіл жеткізіп, мысалдарын тіптен көбейтіп, түсінікті, жан-жақты мысалдар беріп, ережесін андай тереңдетіп, сөйтіп барынша түсінікті және де кең ауқымдағы, жаңағы айтып өткендей көптеген адамдарға да пайдалы болатындай, дамытып бір оқулық қылып жатырмыз оны. Екіншісі, біріншінің
екінші шығарылымы емес, бұл жаңа жоба болады, жаңа деңгейде, үлкен деңгейде. Сосын қазір соңғы болған оқиғалардан кейін, жалпы әлемдік оқиғадан кейін қағаз, бояу, кітап шығару, типография, бағалар бір 3-4 есеге қымбаттап кетті. Бұрынғы кітаптың себестоимость примерно 1700 теңге болса, қазір өзіміз қалаған стандарттағы кітапты шығаруға себестоимость 4000 теңге болып тұр. 4000 теңге дегеніміз, біз 0 теңге пайда көреміз, таза типографияға кететін ақша, сол 4000 теңге болып тұр. Ол абсурдно. Егер біз үстіне бір 500 теңге пайда көрдік дейтін болсақ, кем дегенде 4500-ге бір кітап сату керек болады. Сол себепті біздің негізгі неміз, клиенттеріміз деп айтсақ та болады. Енді өйткені студенттердің үлкен ондайға масштабты түрде студенттерге сата алмаймыз ол дүниені. Ал типография, типография кем дегенде 500 немесе 1000 кітапты шығарады. Ал студенттер тарапынан 500 заказ никак шықпайды 4500 теңгелік кітапқа. Кітаптың негізгі жазба базасы, теориялық базасы дайын. Қазір-ақ шығарып тастауымызға болады. Бірақ та ондай бағаға дайын адамдар жоқ, саны аз. 100 адам заказ келді. Сол себепті біздің негізгі заказ алушы, заказ беруші ол үкімет болайын деп тұр, білім басқармалары, облыстық. Және соларға бағыттап, енді аты айтып тұрғандай білім басқармасы болғандықтан, соған лайықты сападағы, соған лайықты деңгейдегі теориялық жағынан болсын, түсіндіру, педагогикалық, методологиялық жағынан болсын, жоғарғы деңгейдегі кітап болу керек. Соны біз қазір барынша дамытып жатырмыз. Кез келген оқушы келіп кітапты ашып қалса түсінікті болатындай. Қазіргі оқулықтарды қарап, әлемдік деңгейдегі осы ораторлық өнер немесе дебатты қалай үйретті басқа мемлекеттер, немесе мүлдем дебатқа қатысы жоқ, бірақ та осыған ұқсас тақырыптарды мектепте қандай оқулықпен, қандай жолдармен түсіндіріп жатыр. Жалпы тек өзіміз ғана емес, мықты дебаттан болсын, немесе педагогикадан болсын, андай кәсіби мамандарды шақырып, кеңесіп, бірге дамытып жатырмыз бұл дүниені. Жоспар бойынша шамамен қаңтарда бұл аяқталады, қаңтарда аяқталады. Бір ақпанның соңына қарай немесе наурыздың басына қарай шығып қалу керек. Жоспар бойынша. Өте жақсы, өте жақсы. Үлкен масштабты болып шығады шыққаннан кейін. Ал алғашқы негізгі кітап, жаңа дебат интеллектуалды пікірсайыс алаңы деген нұсқасын шығарып едіңіздер ғой сіздер. Методикалық құрал бұл. Методикалық құрал 1000 тираждың айналасында шыққан болады, сатылған. 1000 тираж болды, тура. 2021-де сол қараша айында шыққан болатын. Сол кітапты бізде кейбір сұраныстағы кісілер болатын болса, бірінші сұрақ, сол кісілерге ол кітаптың шығарылған уже сатуға мүмкін дайын тұрған кітаптар бар ма олар? Әлде ол кітаптар жоқ, және шамамен ақпан, наурыз айында шығатын сіз айтқан толық сборникке сол ғана қолжетімді бола ма? Сол сұрақ бар. Екінші сұрағым, ол анау жаңа сіз айттыңыз ғой, екінші кітап негізі материал бәрі дайын тұр, тек типографиялық және себестоимості қымбат болып жатыр деген секілді. Осы жерде, мысалы, подкаст тыңдаған кезде мен білмеймін да, мысалы, белгілі бір пікірсайыс жанашырлар шығып, типографиялық несін шығарылымын біз өз мойнымызға аламыз деп, себестоимостын төмендетуіне көмектескісі келетін жандар болса, онда бұл жаңағыдай неге ұсыныстарға сіз қаншалықты ашықсыз осы жағынан? Бізде андай тек қана пайда көру деген ондай мақсат жоқ. Егер де ауқымын кеңейтуге және бағасын арзандатып, студенттерге, оқушыларға үкіметтен бөлек, енді үкімет сатып алса тек кітапханада қалады ғой. Былай бөлек адам жеке өзі сатып алса, ол үйіне алып барып өзінің жеке кітабы қылып алып алады. Ондай мүмкіндіктер болса, әрине біз ашықпыз. Оған проблема жоқ, мәселе жоқ. Ал енді бірінші сұраққа келсек, негізі біздің қолымызда кітаптар аяқталып қалды. Біз өзіміз 100 нұсқасын өзімізге алдық та, студенттерге сатамыз деп. 900 нұсқасын білім басқармасы Алматы қаласы бойынша өздері сатып алған болатын. Қазір Алматы қаласының білім басқармасында 900 нұсқасы бар оларда. Олар енді Алматы қаласының мектептеріне таратайын деп жатыр.
Сосын оған тағы бір айтып кететін, жаңағы методикалық құрал мен оқулықтың айырмашылығын бір айтып кетейін. Методикалық құрал өз сөзімен сынап айтқанымен де ол жерде теорияға қатысты педагогикалық құралдар, жалпы технологиялар, дебаттың бәрі бар. Теориялық жағынан өте қажетті, жеткілікті деңгейде жазылған. Тек мен сынауым ол оқулық ретінде оқушыға бере салса, оқушы түсінбей қалады. Міне, екінші біз жасап жатқан жобада осы мәселелер шешіліп жатыр. Ол бір. Екіншіден, бірінші методикалық құрал тек қана дебат бойынша болған. Тек қана дебат. Оның өзінде кейбір теориялар ескерілмеді, өйткені ол Алматы қаласында мүлдем ойнатылмайды, немесе Қазақстанда ол қолданыста болмағандықтан. Ал екінші оқулық деп жазып жатқан жобамызда ол әлемдік деңгейдегі өте көп форматтар, әлемдік тәжірибе және Қазақстан тәжірибесі толыққанды жазылады. Мына айырмашылығын кішкене айтып кетейін. Рахмет. Сізге де рахмет, Дамир мырза. Сұрағымызға жауап алдық. Бұйырса, осы кітапқа деген қызығушылықтарыңыз болса, одан кейін алуға ниет білдірсеңіз, АПФ парақшасында кәдімгідей мұқият бақылап отырыңыз. Сол жерде жаңағыдай бүкіл анонстарды, хабарламаларды салып отыратын боламыз. Ендеше, Дамир мырза, сізге сәт, сіздерге кітапты жазу бойынша Алматы пікірсайысы бұл бағытта сіздер қолдауға толығымен дайын. Кітап демекші, өткен жолы Алматы қаласында бізде қорытынды жаңа жыл алды құрылтай өткен болатын. Жалпы құрылтайға байланысты бізде биыл АПФ-те өзгешеліктер бар. Бір жылда 3 құрылтай міндетті түрде өтетін болады. Бірінші құрылтай маусымашар құрылтайы болады. Маусымашар құрылтайында жалпы бір жылда жаңадан сайланған президенттің координаторларымен кездесуі, оның бір жылдық жоспарлары деген секілді дүниелер орын алады. Және де клубтардың проблемалары талқыланады. Сол жерде қандай проблема бар, және де оны шешуге ниет етіп отырған, шешуге ашықтық білдіріп отырған клубтар деген секілді. Екіншісі, жаңа жыл алды құрылтайы, яғни осы жақында ғана болды, 21 күні. Жаңа жыл алды құрылтайы, яғни бір семестрдің жұмысын қорытындылайды. АПФ-тің, былайша айтқанда, бір биліктің парламент алдындағы секілді, АПФ-тің координаторлар алдындағы өзінің бір жұмысын қорытындылауы, клубтардың рейтингін жариялауы, сосын келесі семестрдің, яғни келесі жарты жылдықтың жоспары бекітілетін болады сол жерде. Сол кезде бізге қонақ болуға ниет білдірген Мұрат Жұмабай есімді мырза келген болатын. Ол кісі Елбасы академиясының ағымдағы жобалық директор болып, басқарушы директор болып табылады. Мұрат Жұмабай мырза тоже айтқан болатын. Қазіргі кезде біз өте үлкен методикалық және кітапша және де ережелер жинағын жазып жатырмыз. Яғни бүкіл республика деңгейінде ортақ форматпен ортақ кітаптар жазу деген секілді. Осы орайда сіздердің ойларыңыз қандай? Әсіресе Дамир мырзада, мысалы, білім басқармасы Румсуда айналасында жазылып жатқан еңбекпен, кітапшамен сіздердің ертең Елбасы академиясы жазылған кітапшаның арасында бір қайшылықтар орын алып қалмай ма, немесе өзара нарықтық неге қараған өзінде, мысалы, сатып алушылыққа деген сұраныс жағынан, мысалы, қайсын аламыз деген секілді. Әлде бұл керісінше бірнеше кітаптардың көп шығуы ешқандай да бір қайшылық тудырмайды, кәдімгідей сатылымдағы кезекті бір оқулық болады деген ойларыңыз бар ма? Осы жерде маған қызық, ниеттеріңізді білу. Конкуренция тек бір-ақ жағынан болуы мүмкін, ол ішіндегі кітаптың мазмұны бәрібір де болады. Қанша екі тарапта бір-бірін керемет сыйласа да, бір-бірінің кітабын советовать етсе де, қарапайым оқырман оны бәрібір сынайды. Екі кітаптың қайсысы мықты, қайсында тереңірек жазылған, көбірек жазылған, қайсынікі түсініктірек, қайсынікі жеңіл тілде жазылған деген секілді неше түрлі критериймен. Ол бәрібір де болады. Оны біз шектей алмаймыз, бірақ та коллектив ретінде біз ол кісілерді сыйлаймыз, күшті жоба, қолдаймыз ол кісілерді. Ол кісілер де біздер жайлы өздері айтып кеткен, сіздермен конкурент болғымыз келмейді, бірақ та бізде де осындай масштабты жоспарлар бар, басшылықтың қалауы осындай болып тұр. Олардың қалауы бойынша ол кісілер басқа адамдардың жазып алған кітабын емес, тікелей өздері кітап жазу керек, өйткені авторлық құқық соларда қалу керек деген секілді сондай бір нюанстар бар. Сол себепті негізі авторлық құқық
кылуу керек деген жерин кесип алып тастаган бит. Артык информация. Подкастка артык информация негизи. Канча ошол жерден калдырып. Эки тарапта да жакшы карым катнаста. Эми биздин негизги максатыбыз именно биз жазып аткан китаптыкы ол Казакстан деңгейиндеги мектеп окуучулары болса, менин билүүмчө, эми накты акпарат көп билмейм, бирок та билүүмчө, ол кишилер бир өздөрүнүн кайрымдуулук аракети, бир спонсорлук колдоо иретинде өздөрүнүн бир жобалары бар. Және де ол кісілердің ауқымы қаншалықты үлкен болады, қандай деңгейде болады, ол жағын білмеймін. Бірақ та естуімше бір 4 мың, 5 мың нұсқадай шығарайын деп жатыр ол кісілерді. Ал енді конкуренцияның бұл тарапта тұтынушылар тікелей өздері ұтады. Өйткені жаңа айтып кеткендей, бәрі бейсаналы түрде конкуренция болады. Біз өзіміз қаламасақ та. Сол конкуренцияда өзінің өнімі мықтырақ болу үшін екі тарапта барынша сапалы, жеткілікті деңгейдегі мықты, жан-жақты, терең жазылған дебат жайлы оқулықты жазуға тырысады. Ал бұл мен ойымша барлығына жақсы позиция, зиянын көрмейді қарапайым дебатерлар, жалпы дебатер. Осы өткендегі осы жаңа жыл алды құрылтай кешінде мен де болдым да, сол кезде Елбасы академиясының Дамиріміз айтпақшы үлкен жоспарлары болды. И сол кезде сол олардың жалпы пікірсайыс әлеміне үлкен жоспарлар болды да, и солардың біздің Алматы пікірсайысына қаншалықты былай әсер болады деп ойлайсыздар деген сұрақ пайда болып отыр да. Өткендегі жиналыста бір көптеген заттар айтылды, былай тұңғыш қапқа да байланысты. Сол өткен тұңғыш қапты да естіген шығарсыздар деп ойлаймын. Соған байланысты өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Бек мырза, сізден естіген келіп тұр. Неге? Өйткені сіз сол Астанада болдыңыз, и солардың жанында бізге қарағанда жақынырақ болғаныңызға байланысты. Иә, бұл жерде қалай цензураны андай бұзбай айтуға болатын қызық болып тұр. По идее, тұңғыш қап барлықтары жақсы өтті. Яғни ұйымдастырушылық жағынан енді керемет. Әрбір турнирлерде мысалы сондай бюджет, қалай айтса, бюджет сондай болатын болса, любой турнир солай өтуші еді деген сияқты. Бұл жерде уже чисто қаржылай байланысты. Яғни ақша көп болса, қанша ақша көп, соншалықты ұйымдастырушылар ойыншыларға атмосфера сыйлау үшін небір фишкалар ойлап табады. Мысалы, UAB-дегі турнирларды көрсек, алтын сападағы, SDU-дағы Маклюбен шығару, алтын сападағы бір какой-то фишкалар ойнатуы, тіпті UAB-дің ішінде қаншама турнир, қайылымдырық, ерекше, чемпионат. Бұл жерде барлықтары бюджетке байланысты, ал Елбасы академиясында бюджеті жақсы. Соның қатарында ұйымдастырушылық жағынан, даже Думан отеліне 3 күнге толықтай завтрак пен ужиндарын бергеннің өздері, бұл уже деңгейді көрсетіп, бірақ бұл деңгейді көрсету деп өзім ойламаймын. Бұл жерде кімде ақша көп, сол ақшаға жақсы жасайды деп ойлаймын. Сол үшін бұл жерде бұған қарамау керек. Бұл жерде мынандай бір проблема болды. Тұңғыш қапта отбор нәрсе дегендей сияқты да. Яғни мен ғана айтқан жоқпын, анау кезде бір дебатерлардың стористен көрген тұңғыш қаптан кейінгі. Тұңғыш қапқа дейінгі отбор түсініксіз болды кішкене. Яғни қалай айтса, отбор жасаймыз деді. Бірақ отбор қандай критерийлерге байланысты, қандай нелерге байланысты, қандай қалай айтса, неге қарап, кім отбор жасағанын бұл жерде өкінішке орай ол тараптан айтылған жоқ, және бұл жер кішкене қалай айтса болады, көбісіне түсініксіз болып қалды. И екіншіден, келесіде, яғни вообще турнир былай жалпы жақсы өтті, алайда проблемасы қайттан бұл жерде дебаттағы ішіндегі АПФ, БПФ, Алматы, Астана, оңтүстік, солтүстік, батыс, анау дегендей сияқты проблемаларды қайтадан көтерген сияқты көбінесе. Оны шешудің орнына қайтадан қалай айтса болады, ығыстырылып кеткен сияқты. Өйткені енді төрешілік жағынан ештеңе айта алмаймын, өйткені бірде-бір ойында болған жоқпын, төрешілерді танымаймын, және танымасам жаман деген сөз емес. Просто финалда қайтадан 4 Астана өтті. 4 Астана болды, и соған көбісінде бір ойлар пайда болды оған байланысты деген. Өзімде ешқандай ой жоқ, просто сондай болып қалды. Әрбір нелер болады, жағдайлар. Просто сондай, қалайса болады, бірнеше осындай бір фактердің алғаны қайтадан дебаттың ішіндегі андай бір-бірінен
алшақтау қайтадан кішкене жаңа деңгейге көтерілген сияқты. Бұған байланысты. Келісемін. Тұңғыш каптың ойыншысы ретінде айтайын. Ол жердегі шын керек Бекмырза да жүрді сол жерде. Бірақ біз ойыншы ретінде Алматы атынан бардық. Сол кезде кәдімгідей оңтүстік пен солтүстіктің арасында алшақтық бар ғой. Өте үлкен болып кетті керісінше. Өйткені онсыз да оңтүстік көп бара бермейді солтүстікке. Және де солтүстікте осындай гранд турнир өтіп жатқан кезде барған ойыншылар керісінше одан сайын демотивациямен қайтып келген көзге көрінді. Бұл жерде жерде төрешілік мынандай болды, андай болды деп айтқым келмейді. Просто менің жеке байқаған дүние, мысалы, төреші қанша жерден объективно болғысы келмей, ол бәрі субъективно болады. Яғни ол естігісі келген дүниеге көбірек жаңағыдай акцент береді, дұрыс па? Енді біз тіпті ол жерде төрешіден бұрын ойыншылардың арасында да мынандай айырмашылық болды. Солтүстік пен оңтүстік екі столдарына ойнап жатса, вот төрт столда, и тіпті бір тілде, бір қазақ тілінде сөйлеп жатсақ та, біз бір-бірімізді түсінбейміз. Өзіңіз ойлаңызшы, не айтқысы келіп тұрған түсінудің өзі қиыншылық тудырады да екі аймақта. Енді ол жерде төрешілер солтүстік болған кезде біз явно да былай айтқан кезде біз олардың тілінде сөйлеген жоқпыз. Хотя біз қазақ тілінде сөйлеп жатырмыз, қайта біз БПФ-те ойнап жатырмыз, но все-таки нағыз ойынның несі бойынша біз олар естігісі келетін идеяларды, естігісі келетін ойынды көрсеткен жоқпыз. Нәтижесінде әрине приоритетті осылайша солтүстік аймақтың ойыншылары көбірек алған болатын. Мен сөйтіп деп өзімнің мұңымды жақпай қойын, жақсы осылай. Негізі төрешілікке қатысты осылай. Ал ұйымдастырушымен топовый болды. Өте жоғары деңгейде болды. Неден бастап, кіргеннен бастап, күтіп алудан шығарып салуға дейін. Ол әрине Бекмырза айтпақшы, кез келген турнир сондай деңгейде өте алады, егер де қаржылай жағы көтерілетін болса. Ал турнирді турнир ететін негізінен қарарлармен ол жердегі не? Төрешілердің базасы, ойыншылардың қанағаттану деген секілді. Вот осы орайда сондай дүниелер орын алды. Және де Мұрат Жұмабай осы біздің жаңа жыл алды құрылтайына келген кезде тұңғыш кап 2-ні Алматыда өткізу ниеті бар екендіктерін жариялады. Сонымен қатар ол турнирдің БПФ-те өтетінін айтты. Сол кездің өзінде Алматыда бір андай координаторлар арасында бір болды, үстелдердің қозғалысы болып кеткен секілді болды. Неге АПФ, неге БПФ, АПФ емес деген секілді уже сол кезде жаңағыдай айтқан болатын. Сіздер ойыншы ретінде бүкіл форматқа дайын болуларыңыз керек деген секілді Мұрат мырза сондай дүниені алдыға тартты. Бірақ бұл уже дәл соның өзі координаторлар арасында одан кейін де біткеннен кейін неге осы АПФ-ке жаңағыдай маңыз бермейді деген секілді. Неге БПФ деп сөйтіп сондай бір кішкене келіспеушіліктер орын алған мойындау керек ол жерде. Бұл жерде енді Астананың влияниясы деп айтуға болатын шықты, өйткені бәрібір өздерінің форматында шын айтамын. Өйткені Мұрат Жұманбай болғанға дейін астаналықтармен жұмыс істегеннен соң, ол жердегі енді білмеймін, бірнеше жыл бойы дебат қанша 20 жыл бойы ойнамаған, енді кіріп жатқан адам келеді дебат әлемінде не болып жатыр деп, сіздер мысалы 20 жылдан кейін келіп Алматыға келсеңіздер, ол жақта барлықтары PDF ойнап жүрсе, PDF жақсы шығар деп ойлап кетесіздер. Бұл жерде қателік Мұратта емес, скорее андай қалай айтса болады, қасындағы влияние, қателік те емес, просто андай влияние дегендей сияқты ғой. Менде пайде бұл форматтың проблемасы бізден шыққан жоқ. Яғни баяғыда Алматы мен Астана бірмен бірі соғыстатын, істейтін. Алайда қазіргі кезде мен байқағаным, оңтүстікте бізде БПФ ойнау қарсы емес. Біз БПФ-ті ойнағымыз келеді, түсінгіміз келеді. Бізде проблема андай Астанада қатты радикалды кетіп қалған сияқты. Менің ойым, чисто өзімнің ойым. Толықтай келсем. Мен де келсем, сіздің ойыңыз емес. Оказывается, осылай да, анау кезде мысалы, білмеймін, көрдіңіздер ме, көрген жоқ, Мұрат Жұманбайдың инстаграмына кірсеңіздер, бірнеше соңғы бір-екі посттардың ішінде Дамир мырза да жазып кеткен болатын. Тұңғыш каптың инстаграмында бірнеше рет осы бір проблема көтерілген болатын. Яғни андай да формат, бір кезде опрос болды, АПФ па, БПФ па, ЛД ма, қайсы жақсы АПФ 58%-мен ба, 53%-мен ба бірінші орында болды. Бірақ опрос енді прям объективный емес енді әрине. Бірақ тура соның кезінде де астында келеді, АПФ жақсы деп кейбіреулер айтты, кейбіреулер БПФ күшті дегендей сияқты да. Бірақ проблема бұл жерде төрешілікте ғой, егер барлық жерде түсінікті төрешілік болатын болса, адамдарға бәрібір болады. Қандай? Алайда басқа бір жерлерде АПФ-ті жақсы дейтін десең,
кейбір адамдар келеді да, жоқ, АПФ ондай емес, БПФ ол керемет, ол әлемдік формат, не андай мындай дегендей сияқты әңгімені сен түсіндіргің келеді де, жоқ, біз БПФ-ті жақсы жаман демейміз, біз жақсы дейміз, просто екеуін де бірге алып жүруге болады. Все-таки дебат бізде ана жақта қалай айтса болады, дебаттың басты миссиясы ол форматта емес, ол адамды тұлға ретінде тәрбиелеу ғой. Алматының ойынша өзімнің ойым яғни сондай, яғни дебаттың ішінде сен ең бірінші аристократ болып үйренесің, білімді алып, оған байланысты формат бұл жерде бірінші орын алмайды. Бірақ АПФ, бірақ кейбір региондарда АПФ-тің жоғары болғаны вот осы ұнамай ма, немесе андай қалай айтса болады, мүлдем признавать етпейді ма, мен осыны түсінген жоқпын, шын айтамын. Негізі қарама қайшылықтар негізі өте тереңде жатыр. Қазір енді идеолог ретінде айтсам болады, философия мамандығымыз ғой. Мен жалпы көп маман ретінде айтайын, осы жерде көп айырмашылықтарды байқаймын, өте үлкен айырмашылықтарды байқаймын. Сол өте үлкен айырмашылықтардың андай айсберг ұшы ғана деп айтса болады. Бұл екі форматтың бір-бірін мойындамауы деп айтайыншы. Бір-бірін емес, солтүстіктің оңтүстік форматын мойындамау. Ол біріншіден қандай айырмашылық? Ол дүниетанымдар айырмашылығы. Біз білеміз, солтүстік региондары өте либералды. Оларда дайын шаблондар бар. Сен осы критерийға сай болмасаң, сенің аргументтерің автоматты түрде ұтылады. Мысалы, меншинствоның құқығы, адамдардың таңдауы деген секілді бір батыс әлемінде қазіргі уақытта мейнстрим болып жатқан тенденциялар солтүстік өңірлерде, солтүстік деп айтпай ақ, БПФ деп айтайықшы, жалпы ол тек қана солтүстік БПФ-інде ғанымыз, орталық солтүстік. Ол орыс лигаларында да қатты байқалады, орыс тілді лигада да. БПФ ойын ойнатылатын лигалардың барлығында либерализм, ол мейнстрим. Ол уже радикалданып бара жатыр деп айтсақ болады. Өйткені олар үшін либерализм, либералдық құндылықтар, либерализм деп айтпай ақ, неолибералды дүниелер ғана дұрыс, ал саған оған қарсылық келтірсең, сенікі дұрыс емес, сен ұтыласың. Ал енді қарайық, бұның форматпен қатысы қандай? БПФ-тің қарарларын қарайтын болсақ, көбінесе ол батыстың повесткалары жайлы қарарлар. Ол қандай? ЛГБТ жайлы, феминизм жайлы, ювеналь юстиция, батыста өздері үшін проблема деп батыстың қоғамында белсенді талқылаудағы мәселелер БПФ-тің қарары ретінде қалыптасады. Ол келді енді біздің жалпы батыстық фондтардың мақсаты қандай еді? Дебатты басқа мемлекеттерге үйретудің. Олар өздерінің құндылықтарын дебат арқылы сіңіргісі келген болатын. Қазіргі уақытта ол функцияны АПФ емес, негізі АПФ-ті мақсаты негізі сол болатын, Сорос фонды алып келген. Оның функциясын қазір БПФ орындап жатыр. БПФ ойнайтын лигалар, БПФ орыс, қазақ, ағылшын лигасын общий айтсақ болады. БПФ ойнайтын лигада либерализм қатты байқалып тұрады. АПФ ойнайтын лигада көбінесе сол жергілікті көзқарас басым түседі. Ол осы бірінші ең үлкен айырмашылық. Екінші айырмашылық, ол жаңағы сізде айтып кеттіңіз, жаңа Бек мырза, БПФ пен әлемдік деңгейге шығуға астаналықтар жол ашып алды. Олар көп болды, бірнеше рет, одан да көп әлемдік деңгейдегі турнирлерге қатысып келді. Сол олар үшін өте үлкен престиж және бой түзейтін планка деп айтсақ болады. Өткендегі менің де комментарийіма сондай жауап алып келді. Әлемдік деңгейдегі ойыннан біз үлгі алып, біз өзіміздің ойынымызды түзейміз дегендей. Сол себепті әлемдік деңгейдегі дебатты ойнауымыз керек деп маған контраргумент айтқан болады. Мен жауап берген жоқпын, оны өйтіп жазып отыратын уақытым жоқ. Бірақ та енді былай қарайтын болсақ, шынымен де олардың ол үлкен плюсы, бірақ та ол плюсқа АПФ-те ие бола алады. АПФ-тің қазір қарайтын болсақ, қай жерде ойналады деп. Әлемнің топовый университеттер ойнайды. Стэнфорд, Гарвард, Вашингтонский университет, Колумбийский университет, Джорджтаун, жалпы Лига Плюсшадағы 50, жалпы Америкадағы 50 университет, оның ішінде Лига Плюсша
АПФ-тен турнирлар ұйымдастырады екен. Қазір де Вот, болып жатыр. вот проблема осында да. Иә, номер 1 MIT, Стэнфорд бәрі АПФ-пен ойнайды. Жоқ, АПФ андай да. бойынша Аха. иә, Айта видео, беріңіз. қазір сөзімді аяқтап қояйын. Аха, Видео, кітап жағынан, мэнуал деп жатыр, инструкция жағынан, материалдар теориялық, практикалық база үлкен АПФ деді. Олар үшін өздерінің сөзін айтайын, бұл аргумент уникалды емес. Біз де оны қамтамасыз ете аламыз. Просто олар бізден ертерек үлгерді, олар шынымен қызықты, ағылшын тілімен білгендіктен енді біз білеміз, Астанада Назарбаев университеті бар. Назарбаев университеті толықтай ағылшын тілде, және олардың қазақша ойнауына да, Европаға барып ағылшынша ойнауына да үлкен мүмкіндіктер болды. Ал бізде ондай мүмкіндіктер болмады. Бір жағынан, екінші жағынан онша қызығушылықтар да болды. Қазақша ойнап, өз қазақ тілінде жарыстық. Ал енді бұл проблеманы қазір біз шеше аламыз деп ойлаймын. Егер де БПФ-ті таңдап, біз тек қана БПФ ойнаймыз деп, БПФ-ті Алматыға алып келетін болсақ, немесе Тараз Шымкентке, сол БПФ-ке адаптацияға кететін уақыт пен тек қана АПФ-те қалып, әлемдік деңгейге шығатын уақыт екеуін салыстыратын болсақ, біз әлемдік деңгейге АПФ-пен тезірек шығып кетеміз. Өйткені БПФ-ті алып келіп, оны жаңадан үйретіп, олардың төрешілігіне бойымызды үйретіп, олар сияқты сөйлеп, оның бәрін алып, біздің бойымызға сіңіріп болғанша, ол өте ұзақ уақыт кетеді. Сосын енді төртінші дүние шығады, мен байқаған. Жаңа сіз де айтып кеттіңіз, біз интеллектуалды ғана емес, біз зияткер, элиталы ортаны тәрбиелейтін клубпыз, бізде сондай идеология бар. Оңтүстік клубтарында ол ТОД-да бар, Атамекенде бар, жалпы Алматыда бар. Жалпы түгел қатты байқалады. Кәдімгідей ТО деген атауын өзі таңдаулы, экономистер одағы, кімдердің одағы, элиталы адамдардың одағы, деген секілді сондай бір идеология сіңіп тұр, тәрбие, иерархия, буындар, сабақтастығы, әр буынның өзінің субординациясы, қыздар қалай өздерін ұстау керек, жігіттер қалай өздерін ұстау керек, аға буындардың міндеті қандай. Конкретно бізде идеология мықты қалыптасқан. Ал енді БПФ-тің лигаларын қарайтын болсақ, олай емес. БПФ-те тіпті олар бір-бірін жеп қоюға дайын. Буындар арасында енді мен қазір көбінесе сырттан бақылаушымын. Олардың көп мәселесін, шынымен де олар қандай екен, олар секілді білмеймін. Бірақ та менің субъективті ойым бойынша қазір мен байқаған. Оларда біздік секілді ұжымдық идеология жоқ. Олар ұжым ретінде буындар сабақтастығы, тәлім тәрбие, жалпы біздің түсінікке дүниетанымы қазақи, жалпы өзіміздің танымға жақын дүниелер оларда аз. Тіпті қарапайым мысал қылып келтіруге болады. Бір университеттің ішінде 3-4 дебат клубы бар, бір-бірімен қырылысып ашылған. Оның ары қарай басқа не айтуға болады, қандай мысалдар келтіруге болады. Одан бөлек осы жақында ғана естідім, кімнен естігенін айтпай ақ қояйын. Харассмент болған дейді бір-бірлерінің арасында. Жоқ, бұл ашық әңгіме ғой. Бұл ашық әңгіме Астана Дебат Юнионның парақшасының ішінен көрсеңіздер болады, кімге қызық. Одан бөлек тіпті жігіттерге қырындаған сондай дүниелер болып жатыр да. Ондайды Алматыда елестете аласыздар ма? Сұрақ жай ғана. Жақсы, мен де қоса кетейінші. Мынандай нәрсе ғой. Жалпы форматтың миссиясына келейікші. БПФ пен АПФ бар. БПФ-тің негізгі миссиясы ол осыған дейінгі бұрын соңды жинаған біліміңді көрсететін да, яғни 15 минуттық дайындықтың ішінде сен осыған дейінгі дайындығыңның біліміңнің базасын көрсетесің, багажында былайша айтқанда. Ал АПФ керісінше алдын ала беру арқылы, қарарларды зерттеу арқылы бір багажды, багаж знаний керісінше жинау болып табылады. Мысалы біз бір апта бұрын, мысалға айталық, 18 университет, 18 бағыт и 18 түрлі турнирге дайындалған кезде сен әр саладан жақсы білімдер жинайсың. Мысалы, энергияға барған кезде, энергокапқа сен атом электростанциясы, таза энергетика туралы мықты база жинап қайтасың да. Мысалы, алтын сапаға барған кезде ол жерде философия, тарих деген секілді саясат бағыттарына мықты не алып қайтасың. Агут деген секілді кете береді. Яғни негізгі жалпы философиялары, екеуінің миссиялары осы болып табылады да. Енді мен Европада ойнаған кезде айтамын, кәдімгідей айта аламын,
БПФ пен АПФ деп мен қатты бір неткен жоқпын ше, бір қиыншылық болған жоқ. Біз кәдімгідей АПФ ойнамыз десем АПФ ойнадық, БПФ ойнамыз дегенде соны ойнадық. И БПФ-тің қарарлары жарты бет болатын, кәдімгі блокноттың жарты бетін алатын, ұзақ болатын да, былайша айтқан кезде. И менің өзіме ол кездері енді мен Еуропаның жергілікті халқының арасында мысалы белгілі бір қақтығыстар жағын онша білмеймін ғой. И аны көретінмін сол кезде. Оказывается, БПФ ойнау үшін өте қатты багаж знаний керек деген секілді. Яғни айтпағым, бірінші форматтың философиясына байланысты, миссиясына байланысты негізінен осы болып табылады. Және де тіпті Еуропаның өзінде ондай қатты бір айырмашылықтар жоқ ше, олар қатты сөзге де келмейді. АПФ ойнауымыз керек, АПФ немесе керек емес, БПФ ойнауымыз керек деген дүние жоқ. Енді қазір Алматыдағы Астана мен жалпы солтүстік пен оңтүстікке келген кезде солтүстіктегі БПФ-тің өзінің әлемде жазылмаған ережелері бар ма, солай сезіледі, түсінесіздер ма? Яғни Иә, жаңа айттым емес пе, шаблондар бар оларда. Мысалы, мен БПФ деп келген БПФ, ол жақта БПФ болған жоқ. Яғни ол БПФ болды, плюс үстіне тағы да бір өзінің төрешілердің маңыз беретін дүниелер болды да, түсінесіздер ме? Жаңағыдай Дамир мырза айтып кеткендей либералдылық деген секілді тағысын тағы. Яғни өзіндік бір сондай нелер бар. Жазылмаған ережелер, ойыншыларға қиындық, оңтүстіктің түсінуіне қиыншылық тудыратын нәрселер бар. Және де оңтүстік бұл жағынан келген кезде БПФ ойнауға толығымен ашық. Біз ойнағымыз келеді. Проблема бізде емес та, былайша айтқан кезде. Барғымыз келеді, ойнағымыз келеді, но жаңағыдай да дүние тағы да түсініктердің әртүрлігі и жаңағыдай құндылықтардың әртүрлігіне байланысты. Негізінен дебат деген өте үлкен күш қой, и Алматыдағы кез келген жалпы біздің де АПФ-тің философиясы көбірек құндылықты болып келеді. Сол жаңағы мен де өз сөзімді қорытындылай салайын. Сол жаңағы мен айтқан 4 айырмашылықтың кесірінен олар біздің пікірімізді, біздің позициямызды қабылдағысы келмейді деп ойлаймын. Олар біздің позициямызды, біздің идеологиямызды өзгертіп, өздеріне ыңғайластырып, өздеріне ұқсас регион жасағысы келеді. Өйткені олардың төрешілігі өтпеуі мүмкін, олардың өздеріне үйреніп қалған ойыны бізге өтпеуі мүмкін, олардың көзқарастары біздің көзқарастармен қарама-қайшы келуі мүмкін деген секілді дүниелер болып, олар бізді мойындағысы келмей ма, немесе бізді өзгерткісі келеді. Сол себепті олар қазір радикалданып жатқан секілді. Тек қана БПФ деп. АПФ ол формат емес, ол ескіріп қалған, оның деңгейі жоқ деген секілді бір шындыққа аз жанасатын контраргументтермен. Базар жоқ, бізде бір ғана минус бар, біз кешіктік, әлемдік деңгейге шықпадық АПФ-пен. Әлі де кеш емес, бірақ оны шешудің де, шешуге де болады, кеш емес, оны шешсек, АПФ пен БПФ-тің арасында дым айырмашылық қалмайды да. Негізі БПФ-те бір формат қой. Мен шын керек қатты бір айырмашылық көрген жоқпын. Столдардың саны мен қарардың кішкене формулировкасына байланысты болмаса, негізінен мен аса бір қатты АПФ-тен БПФ-ке ауысқан бір не болған жоқ, бір санамдағы переход болған жоқ, түсінесіздер ма? Кәдімгі дебатер ретінде тез бейімдедім, өте тез бейімдедім. Ал Астанада мен әр ойыннан шыққаннан кейін, енді түсіндім деп шығамын, түсінесіз ба? Екінші ойынға барамын да түсінбей қаламын. Келесіне шығамын, дәл солай қайтадан түсінбеймін. Яғни әр төрешінің берген отводтан мен әртүрлі түсінік қалыптастырып шығамын. И в итоге вообще барған кезде түсінбей қарағанда, Астанадан қайтқан кезде мен БПФ туралы білімме керісінше күмәнмен қарап қайттым, түсінесіз ба? Мен сонымен жалпы білемін ба, әлде әлі түсінбей кеттім бе деген секілді. Вот, осындай жағдай орын алды. Пойди осы подкастты Мұрат мырзаға естірту керек деп. Келесі жылы тұңғыш кап Алматыда болады екен, вот сол кезде қалай айтса болады, не істеу керек сияқты? Кішкене түсіндіріп, айтып көру керек сияқты. Біз БПФ-ке қарсы емес. Біз БПФ-ке қарсы емес, біз бірінші күн БПФ болсын, бірақ екінші күн АПФ болсын дегендей сияқты. Өйткені это идеальный формат турнира ғой. ЛД, АПФ, БПФ дегендей сияқты да. Бірінші күні сен форматты да ойнатса, Вот. Смысл жоқ қой, плюс батыстықтарда андай проблема бар да, Сорос келді, бізге 20 жыл бұрын, бізге не істеді, осындай бір идеология құнды, мен білмеймін, шын айтамын, мен 4-ші курсқа дейін бітіріп кеткенше дейін осы бір әңгімені бір рет те естімеппін, шын айтамын. Мен вот дебатты бітірдім, осындай бір Астанаға келіп, вот Астанаға келгеннен кейін осы бір әңгімелерді ести бастадым. Орыс бізде не істейді, орыс лигалармен сөйлесіп отырған кезде бір кезде. А ты знаешь, почему вообще дебаты открылись? Ты же знаешь, что Сорос нас спонсировал деген сияқты. И что дегенде сияқты да,
кім спонсировать ете берсін, бізге какая разница Иә, дегендей сияқты да. негізі Какая-то басындағы идеология. мақсаты сол болды ғой, бірақ та енді ол өзгереді ғой. Қазір Иә, ешкім ондай дайын идеологияны таратуға несі жоқ, мүддесі жоқ. Ол уже плюс андай өзімен өзі дамып, бізбен бейімделіп, біздің өзіміздің ерекшелігімізді қабылдап, қазір бізге наоборот тек қана пайдасын алып келетін дүниеге айналды ғой. андай да, мен өзім қатты либералмын по идее. Өте қатты либералмын, бірақ шын айтамын, бұғанға дейін андай да, Дамир мырзаның комментариясына жауап беріп еді ғой біреу. Сол кезде айтады да, бізге не үшін БПФ керек, бізге ортақ ана футболдың мысалын келтіреді де, типа бізде қалай айтады, футболда баяғыда FIFA болмас бұрын әрбір жерде әрбір ереже болды, солай болды, не болды дегендей сияқты айтады да. Короче, әрбір мемлекетте өзінің ережесі болды дегендей сияқты. Бірақ АПФ-ті алматылықтар ойлап тапқан жоқ қой, тараздықтар немесе шымкенттіктер. АПФ американский парламентский формат, өзінің форматы. Біз бұл жерде басқа футбол емес, немесе біз қазақстандық формат ойлап тапқан жоқпыз. Британдық парламент и американский. Более престижный формат па, БПФ-тен қарағанда, ашығын айтайық, Лига плюс шағы ойнайды. Болды, басқа айтатын дүние жоқ. И екінші дүние андай нәрсе де, әлемдік формат дейді, әлемде ойнаймыз, не істейміз. Бірақ менде бір проблема осы бір тезистармен. Мұрат мырзаға да айтқан болатын, мынандай да, Сингапурда әлемдік чемпионат болып отыр, Литвада, Польшада әлемдік чемпионат болып отыр дейді да. Бірақ ол жақтағы жаңалықтарда, немесе әлемдік повесткада, немесе сол мемлекеттің жаңалығында, немесе сол жердегі болып отқан нәрселердің адамның сұратсаң, сіздерде сондай әлемдік чемпионаттар болып отыр, сіз оны білдіңіз ба дегенде, жоқ, білмейміз дегендей сияқты. 100% әңгіме айтылады дегендей сияқты да. Неге ондай нәрсеге емес, неге сосы бір дебатты Қазақстанның ішінде қазақ тілде дамытпаса, и қазақ тілде дебатты өте үлкен дәрежеге көтермеске КВН сияқты, КВН-нен де асып түсетін нәрселер сияқты. Яғни барлық мемлекеттер, мемлекет бойынша барлық көбісі адамдар тыңдаған, білген, түсінген дегендей сияқты. Реально сондай бір, қалай айтса болады, престижный бір, интеллектуальный бір шахмат сияқты бір мемлекеттің ішінде сондай бір дәрежеге көтермеске деймін да. Яғни әлем деп кете бермейміз ғой, яғни білеміз қаншама осы соғыстың арқасында көріп отырмыз ғой, қаншама европалықтың өздерінен қаншама қателіктер келді, осы 20 жылдың соңында қаншама ұйықтада коррупция бар дегендей сияқты. Жаман демеймін, басқа мемлекеттерден үйренуіміз керек, не істеуіміз керек, бірақ өз мемлекетімізден де қалдырмау керекпіз. Яғни бізде площадка бар, бізде мүмкіндік бар қазақ тілді осымен дамытуға. Бізге мүмкіндік бар дебатты басқа мемлекеттерден басқа мемлекеттер қалай құрметтейді, содан асыра көрсетуге, қалай айтса болады, показать выше, чем в других странах дейді ғой. Сондай бір мүмкіндікті неге қолданбасқа, екі жақты да алып жүруге болады. Егер адам шынында да дебатпен профессионалды түрде айналысқысы келсе, оған әрдайым ағылшын лигасына жолына ашық дегенде жақты бұл. Біз ағылшын лигаға жол жабық емес демейміз. АПФ ойнасаң, сен БПФ ойнамайсың демейміз. Біздің Алматыдың өзінің турнирлар бар, БПФ, АПФ өткізетін дегенде сияқты. Проблема то, что Астанада бірде бір АПФ турнирі жоқ. И олар түсінгісі келмейді. Вот біздің проблемамыз деген ғой. Біз диалог құралған жоқпыз. Анау әлемдік нелер бар ғой, чемпионаттарға келген кезде айтқан. Ол бір қатты престиж емес, негізі шын керек ол мойындашы. Мен басында ойладым. Барам Амстердамға, Эдинбургтың турнир болады, Эдинбург Опенда. И оған қатысу маған бас кезінде әрине андай бір керемет престиж болып көрінеді. Мәселен, сен түсінесің, оған тіпті ешқандай клубқа мүше болмай-ақ форматты меңгерген, тіл меңгерген адам нелермен қатыса бере алады да, былайша ақша жарнасын төлеп деген секілді ғой. Ол бір қатты бір әкетіп бара жатқан не жоқ, қалай айтсам, бір артықшылық бермейді да, былайша айтқан кезде. Яғни десем, Алматыда қазір жақсы толқын келе жатыр, өте қатты жаңағыдай әлемдік лигаға қызығатын, ол бірінші курстардан бастап, қазіргі осы бакалаврда жүрген студенттердің арасында жиі білінеді. И оларға былайша айтқан кезде мүмкіндіктер бар, формат біліп, не біліп, әлемдік деңгейге бүйтіп шығуға деген секілді. Вот, ол жағынан не жоқ. Именно мәселе жаңағы неде болып отыр ғой. БПФ-ті радикально алып келуден, түсінесіздер ма? Вот, енді соған біз не үшін олар радикально деген тағы бір сұрақ туындайды. Олар өздеріне сенімді, что БПФ ең дамыған, ең мықты формат, АПФ ол ескі. Ал бұл сенімділікке не түрткі болды? Ол бір жағынан енді өзімізден де көрейік, біз АПФ-ті бір
Қазақстан деңгейінде кішкене имиджін тағы да бір дұрыстап қалыптастыру керек. Жалпы тарихын да білмейді көбісі. Мен Лига Плюсшада ойнайтын қазір ол жайлы кітаптар өте көп, турнирлер 50 турнир Америкада жылына өтеді екен, үлкен университет. Мен бірінші рет біліп тұрмын, мен сізден естіп отырмын, мен шын айтамын. Сондай, егер де даже мынандай дүниелер бар, оқыған, Американың елшілігімен келісіп, соларға бір контакт тапсақ, олар қарсы болмайды. Өйткені біз білеміз, Америка құрама штаттарының университеттерінде қоғамдық жұмыстар жасау, әсіресе дамымаған немесе дамушы мемлекеттермен оларға бір қайырымдылық, қоғамды дамытатын, ағартатын проекттер жасау олар үшін өте үлкен плюс та. Оларға осындай жасауға мүмкіндік беретін болсақ, олар қуана-қуана бізбен контактты орнатып, біз базарға оларға қатысып бірінші орын алып кетпесек те, топ ондыққа кірмесек те, бірақ та олардың турниріне қатысып, олардың тренерлерімен біздің Алматыда тренингтер өткізіп, сондай жақсы деңгейге көтере аламыз. Просто бұны Астанадан қарағанда алматылықтар бұрындары қолға алмаған. Бұл біздің имидждің төмендеуіне алып келді. Координаторлар арасынан, жалпы, не тек қана координатор емес, ПКСайшылар арасынан, когда сен не туралы айтып бастайсың ғой, халықаралық ұйымдарға байланысты, бірден үрей туады. Қандай байқау керек халықаралық ұйымдарда, вот Бек мырза айтқанда, андай самооценка төмен деп айтсақ болады, жоқ, сорс секілді ертең идеологиялар алып келеді деген секілді дүниені айтады. Біз түсінуіміз керек, халықаралық ұйымдар болмаса да қазір идеологиялар жұмыс жасап жатқандығын. Бәрібір партиялар тарапынан болсын, жеке өкілдер тарапынан болсын, тағы. И керісінше осы идеологиялар жұмыс жасап жатқан кезде ең азырақ ықпалды халықаралық ұйымдар береді. Халықаралық ұйымдар қазір бұрынғыдай көп нетпейді. Қалай айтсам, сорс секілді емес, керісінше Дамир мырза айтып кеткенде бөле ағартушылыққа, қоғамдағы тіл бостандығына, сондай секілді ол бағытты қолдауға толығымен ашық, және де олармен демеушілігімен өткізілген турнирлер көбірек жеңіл өтеді. Мысалы бізде гос арқылы, мемлекет арқылы болған турнирлер өте қиындау өтеді. Мысалы отчеттар, мысалы отчеттар ақшасын алудан бастап, отчеттарын тапсыруға дейін өте қиын болып келеді, мысалы. Ал ол жерде қарармен сенің қандай қылып өткеніңе де турниріңе көп отчетына қатты қарай бермейді былай жатқан кезде. Яғни қырмандай болады ғой, тым қатты бюрократия жоқ былай жатқан кезде. Осы орайда негізі халықаралық ұйымдарға шығу өте жақсы жол деп білемін негізінен. Яғни көбірек тұрақтылыққа алып келеді. Осы орайда мен жеке негізі қазіргі пікірім, АПФ-тің саясаты нейтралды болу керек. Яғни ол біз ашықпыз, мемлекет бізге келетін болса, ұсыныстармен және тұңғыш кап секілді. Көп векторлы. Көп векторлы болу керек. Тұңғыш кап. Дипломатичный, Мысалы, тұңғыш кап секілді нелер келетін болса, немесе ол Румсудон турнир болса, мектеп лигасының арасында өткізу деген секілді. Немесе партиялардың, осы Қазақстанда партиялардың несі болса, турнирлері және де халықаралық спонсорлармен қаржыландырған турнирлер болса да, біз ашықпыз башқұртымыз. Осы орайда. Ертең Астанаға келмей қояйық барлығымызға. Осы әңгімеден кейін, осы подкасттан кейін келмесек болады. Бек мырза Алматы жалпы ондай жоспарда жоқ негізі Астанаға баруға. Мен енді сөзімді жалғастырайын, жаңағы бойынша тағы бір сұрақ туындайды. Жаңағында енді өздеріне сенімді ғой, АПФ-тен мықты екеніне, олар еще сенімділігі, жай ғана сенімділік емес, оларда мынандай түсінік бар деп ойлаймын. Олар АПФ-ті өзгертіп, азайтып, жаншып, Алматыға, оңтүстік региондарға БПФ-ті ерте ме кеш пе алып келе аламыз деп ойлайды олар. Сенімді, сол себепті радикалды. Өйткені егер де сен тек қана өз позицияңды қолдасаң және басқа адамның позициясын тыңдауға дайын болмасаң, демек сен өз позициясына 100%-ға сенімдісің. Ал енді біз өз тарапымыздан не істеуіміз керек? Бұндай сенімділікті азайтуымыз керек. Біз көрсетуіміз керек, олар қанша тырысса да Алматыдан АПФ кетпейтіндігін. Өйткені мен тағы бөлек уақыттарына айта аламын, не үшін АПФ Алматыда қалу керек деп. Бірақ та қазір сіздерге сөз берейін оған дейін. Сол біз көрсетуіміз керек, АПФ ол қалады, АПФ жойылмайды.
АПФ ол мықты, әлемдік деңгейі де бар оның, АПФ престижный, және біз БПФ-қа ашықпыз. Біз БПФ-тің төрешілігін қабылдауға дайынбыз, БПФ-ше үйренуге, ойнауға дайынбыз. Олар да хотя өз жерінде АПФ-ті жасамаса да, біздің АПФ-ті қабылдау керек. Республикалық деңгейдегі гранд турнир болсын, ұлттық турнир болсын, қазір атаулар көбейіп кетті. Сондай турнирлерде обязательно не ЛД, не АПФ болу керек. Тек қана БПФ немесе тек қана АПФ емес. Сол кезде ғана ол шынымен де республикалық грант бола алады, ұлттық бола алады. Өйткені бізде екі әлем бар. Екі әлемді қоса алып, екі әлемді қосып барып ұтсаң, вот сол кезде сен Қазақстанның таза чемпионсың. Әзірше сен не БПФ-тің, не АПФ-тің ғана чемпионсың. Міне осы дүние танымды барлық регионға сіңіру керек. Сол кезде бұндай қарама-қайшылықтар, кикілжіңдер, екі әлемнің екіге бөлінуі деген секілді проблемалар туындамайды. Бұл проблемалар тарихты қарайтын болса, осыған ұқсас проблемалар көп болды. Қазір оны шешіп өмір сүріп жатқандар бар. Мысалы, Канаданы алайық. Канаданың жартысы француздар, жартысы ағылшындар. Франция жерінде, Францияның штатында, француз тілді штатта, мемлекеттік тіл француз тілі, бүкіл дүние французша жазылады, в основном французша. Ағылшынның штатына баратын болсаң, бәрі ағылшынша. И екеуі де спокойно өмір сүріп жатыр. А бұрын, 100 жыл бұрын ба, 200 жыл бұрын ба, Канада екіге бөлініп кете жаздаған, мысалы. Оны да біз шеше аламыз. Тарихта аналогиялар көп қой. Жалпы кейстер көп қой. Вот солтүстікте ойнаған ойыншы ретінде тағы бір айтарым, Алматыға келгендер бар арасынан, оны айтып керек. Алматыға келгендер бар арасынан, Алматының төрешілігінен кәдімгідей көңілдері қалып кеткендер бар да. Мен сол кезде айттым, Алматының төрешілігінен тек сіздер емес, Алматының өзі де зардап шегіп жүр. Және де біз белгілі бір деңгейде мойындауымыз керек, карантиннен кейін біздегі деңгейдің түскендігін, иә. Біздегі жалпы игроктар болсын, төрешілер болсын, составтың, құрамның азайғандығын біз мойындауымыз керек. Вот, осы орайда карантинге дейінгі және карантиннен кейінгі пікірсайыс тура екіге бөлінді. Дәл қазір АПФ пен БПФ секілді бөлініп отыр. Дәл сондай біздің екі кезеңдік айырмашылық тоже қатты алшақтап бара жатыр. Осы орайда бізге көбірек фокусты тек қана жаңағыдай формат бойынша емес, АПФ-тің өзіндегі проблемалар баршылық, соларды шешуге баса назар аударуымыз керек. Осы орайда БПФ-тің бір ерекшелігі бар, маған қатты ұнайтын БПФ турнирлерінде. Оларда фидбек міндеттелген. Хотя бір соған жақын амалдарды қолдану керек. Өйткені сен төреші ретінде міндетті түрде фидбек беретін болсаң, сен ол ойынға мұқият тыңдайтын боласың. Сен аяқта 3-ші фракция болып отырасың кем дегенде. Сен төрешілігінде сапалы болады. Осындай бір басқа тәжірибеден алып бір амалдар қолдануға болады негіз, мен ойымша. Фидбекпен қатар ол жерде форма толтыру деген болды. Әр ойдан кейін Google форма толтыру арқылы сен төрешінің өзіне кері байланыс жасайсың. Былайша айтқанда, тек қана ойыншының тағдыры төрешіден емес, төрешінің тағдыры тоже ойыншыдан зависит етіп тұрады ол жерде. Яғни сен оған ол аргументированно айтып, қаншалықты ол төрешті квалификациясы жеткілікті, жеткіліксіз екендігін көрсетіп, келесі ойынға ол төрешінің жалпы алып тастауға құқығың бар болады. Бірақ бұндай дүние қай кезде өте күшті болады. Егер турнирге келетін төрешілердің ақысы көтерілсе, яғни оларға жалақы төленсе и фидбек міндеттелсе, үшіншіден ойыншылар да кімдерге, төрешілерге кері байланыс жасай алған кезде, бас төреші ретінде кімдерді төрешіліктен шектеу керек екен, кімдерді қалдыру керек екен, ол тоже башқан кезде басқаралады. Осы орайда екі жақтан да серьезность болады, мен ойымша, төрешілік мәселесінде осындай бір солтүстіктің плюстарын көріп қайттым шын керек. Бірақ зарплата деген енді қиын мәселе болады ау, өйткені студенттік турнирлерде зарплата бөліп беру, ол қиын дүние ғой. Зарплата болмаса да, мысалы, просто мынандай нәрсе бар ғой. Мысалы, мынандай нәрсе ғой. Үздік төреші қалай анықталады Алматыда жалпы? Ол 2 күн жүрген, түрлі түсті қаламсапты көбірек қолданған адам көбінесе үздік төреші болады, былайша айтқан кезде. Хотя бы осы жерде біз үздік төрешінің критерийі кішкене болсын түсініктірек болып бастайды. Яғни ойыншылардың берген фидбегі, олардың ойыншыларға берген фидбегі деген секілді, кері байланыс деген сияқты. Осылардың барлығын ескере отырып, жүлде қорынан, мысалы, жүлде қорынан бір нормальный
салмағы весомый сумманы алып үздік төрешілікке қою керек менің ойымша. Сол кезде сіздердің айтып жатқандарыңыздың барлықтары жалпы төрешінің престижін көбейту ғой. иә, дәл солай. Престижді көбірек көбейту керек. Иә, негізі шешім табылады, шешуге болады бұның бәрін. Бірақ та шыны керек конкретно Алматы болып, немесе бір регион болып бірігіп, бір дүниені қабылдап, іске асыру қалып тұрды. Егер де іске асырса, нәтиже болады. Просто осыған дейін, енді мен президент болған кезде біраз жиналыстар болып, осылай істейміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп барлығы келіскендей болды. Мынау турнирлер бастала салып, сол дүниеге келіскен клубтар өздері келіскен дүниені өздері істеген жоқ. Мысалы, сол себепті қабылданған дүниені конкретно істетуге міндеттеу керек. Және ол істелуі керек. Сол кезде нәтиже болады.